Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін осы тапсырманы орындайтын боламыз. Кәне, бірінші тапсырмаға кеңістіктегі фигуралар және де балалар, бұл қызықты математика бірінші сыныптікі, екінші, үшінші сыныптар, бұл сендердікі емес, бұл бірінші сыныптікі. Біріншіде бізде 6, 4, 2, 5. Соны қайталап жазамыз. 6, 4, 2, 5. Екіншісіне фигураларды соны жазып шығарамыз. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Міне балалар, мен жазып шығарып бердім. Көрдіңдер ме? Сендер де осылай жазып шығыңдар. Ал енді екінші тапсырмаға келейік. Нүктелерді ретімен қосып шық. Геометрия фигураны ата. Осы астында 1, 2, 3, 4, 1 дейді. Ал астында 1, 5, 6, 2. Ал осында 6, 7, 3. Қазір сіздерге көрсетемін. Асы бізде осындай көрінеді. Осындай бізде шықты. Астында бізде 1, сосын 2, 3, 4 және де 1. Осылай бізде фигура шықты. Ал енді екіншісіне қараймыз. Ал астында балалар бізде мынандай фигура шықты. Ал енді бұсын көрсетейін. Бұсы бізде не? Қазір көрсетейін біздерге. Мындай екен біздің бұсы. Көрдіңдер ме? Ал енді бізге екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырмада сәйкестікті тап. Қазір сәйкестікті табамыз. Міне, мынау бізде шар. Бірінші сөз ол бізде мынау қызыл түстіде тұр. Бұл бізде шар деп аталады. Ал енді бізге қайсын табу керек? Цилиндрді табамыз. Балалар, бұл бізде цилиндр міне. Цилиндр деген осы. Цилиндр бізде ол ең соңғы қызғылт сары түсте. Ал енді бізге конусты табу керек. Мынау бізде конус. Ал енді біз ең соңғы конус ол бізде бірінші тұрауында пирамидады табамыз. Пирамида ол үшінші. Енді біздің үшінші тапсырмаға салыстыр. Үшінші тапсырмада салыстырды балалар мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне балалар, мен сіздерге тек қана мен бірінші бағаны көрсеттім. Ал енді екінші бағандағы 7 және 8 азайту 2-ге қарайық. Бұнда 8-ді 2-ден аламыз. Бұны біз баған түрінде ондай алсақ та болады. Немесе өздерін ойдан есептесеңдер болады. 8 азайту 2 сонымен болады 6. Артық немесе кемін немесе теңін қоямыз. Мынақта 6 шықса, үстіге 6, амында 7 болды. Сонда 7 көптен сөз. Ал енді сіздерге осыны көрсетейін. 7 азайту 4. 7-ге қаншады қоссақ, 4-ге қаншады қоссақ 7 болады. Қанша болады? Және де 3 болады. Әрине 3. 4-ге 3-ті қоссақ 7. Сонда бізде 3 қалады. Сондықтан 6 көп.
Енді қосуын көрейік. 6 қосу 4 тең болады. 10. Міне. 10 болады. Үстіне жазамыз. 3 көп пе немесе 10 көп па? Әрине 10 көп. Анда 7-ге 3-ті қосамыз. 7-ге 3-ті қоссақ 10. 9 көп па 10 көп па? Мынаның үстіне 10 деп жазамыз. Әрине 10 көп. Міне. Енді үшінші бағанын көрсетейін. Осы үшінші бағаны өзімізге алайық. Ал мен екінші мен бірінші бағанын жазып көрсеттім. Сонымен балалар, сау болыңдар.